Сәлем балалар, менің атым Айжан. Бүгін біз сендермен қазақша әріптерді өтеміз. Алғашқы әріп А. А, мынау жазылуы. А. А әрпінен қандай сөздер келеді екен? Ат, ат. Алмұрт, алмұрт. Арыстан, арыстан. Асқабақ, асқабақ. А. Келесі әріп Ә. Жазылуы Ә. Әрпінен келетін сөздер: әйнек, әйнек. Әтеш, әтеш. Әткеншек, әткеншек. Ә. Б. Жазылуы. Б әрпінен келетін сөздер: бұлт, бұлт. Балапан, балапан. Белдік, белдік. Б. Келесі әріп В. Жазылуы. В әрпінен келетін сөздер: велосипед, велосипед. Ванна, ванна. Вагон, вагон. В. Жалғастырамыз. Г. Бұл Г әрпі. Жазылуы Г. Г әрпінен келетін сөздер: гүл, гүл. Газет, газет. Гір-тасы, гір-тасы. Г. Келесі әріп Ғ. Жазылуы. Ғарыш, ғарыш. Ағаш, ағаш. Ағаш деген сөзде Ғ әрпі кездеседі. Шағала, шағала. Ғ әрпі шағала деген сөзде бар. Ғ. Келесі әріп Д. Жазылуы Д. Д әрпінен келетін сөздер: дәптер, дәптер. Домбыра, домбыра. Дауылпаз, дауылпаз. Кей жерде дабыл деп жатады. Д. Келесі әріп Е. Жазылуы. Е әрпінен қандай сөздер келеді екен? Есек, есек. Есік, есік. Етік, етік. Е. Йо әрпі. Йо. Жазылуы йо. Йо әрпі мынау сөздердің арасында кездеседі: шахтер, шахтер. Матрешка, матрешка. Монтер, монтер. Йо. Ал мынау бізде Ж әрпі. Ж. Жазылуы. Жастық, жастық. Жапырақ, жапырақ. Жүзім, жүзім. Осы сөздер Ж әрпінен басталады екен. Ж. Ал келесі әріп З. Жазылуы З. З әрпінен келетін қандай сөздер бар екен? Зымыран, зымыран.
зәкір, зәкір. Келесі зеңбірек, зеңбірек. Осы сөздер з әрпінен басталады. З. Ал енді мынау и деген әріп. И жазылуы. И әрпінен қандай сөздер бар екен? Ит, инелік, Мынау гүлдің аты ит мұрын, ине, и. Келесі әріп қысқа и. Қысқа и жазылуы. Қысқа и қай сөздердің арасында кездеседі? Ай, айна, шәйнек, йод сөзі қысқа и әрпінен басталады. Қысқа и. К жазылуы. К әрпінен келетін қандай сөздерді білеміз? Кәмпит, күрек, кірпі, кесіртке. К осы сөздер к әрпінен басталады екен. Келесі әріп қ жазылуы. Қ әрпінен келетін сөздер: қайшы, қауын, қызанақ, қолшатыр. Осы әріптер қ әрпінен басталады. Қ. Л. Бұл л әрпі жазылуы. Л әрпінен келетін қандай сөздер бар? Лақ. Мынау гүлдің аты лала гүл. Фасоль деген сөзде л әрпі бар. Келесі бұл балықтың аты лақа. Л. Біздің келесі әріп м әріпі. М жазылуы. Мата, мұғалім, машина. Осы сөздер м әрпінен басталады. М. Н жазылуы. Найзағай, нан деген сөзде екі н әрпі бар. Найза, нақат. Осы сөздер н әрпінен басталады. Н. Келесі әріп ң. Бұл әріп тек қана кішкентай болып кездеседі, үлкен әріпі жоқ. Себебі бұл әріп сөздердің ортасында немесе аяғында кездеседі. Ң. Мынау сөздердің арасында ң әрпі бар. Жаңғақ, қоңыз, қоңыраугүл, доңыз, ң. Ал енді бұл о әріпі. О жазылуы. О әрпінен қандай сөздерді білеміз? Ожау, орамал, оқушы,
Оқушы. Ойыншық. Ойыншық. О. Келесі әріп Ö. Ö әрпінің жазылуы. Мынау сөздерде Ö әрпі бар. Өзен. Өрік. Өгіз. Ö. Біздің келесі әріп П. Жазылуы П. П әрпінен қандай сөздер келеді? Пияз. Мынау қандай жануар? Піл. Пойыз. П. Келесі әріп Р. Р әрпінен келетін сөздер раушан. Робот. Анар. Қияр. Осы екі сөзде Р әрпі соңында тұр. Р. Бұл С әрпі. С әрпінің жазылуы С. С әрпінен қандай сөздерді білеміз? Сырға. Сағат. Мынау құстың аты сауысқан. Сарымсақ. Осы сөздер С әрпінен басталады. С. Т әрпінің жазылуы Т. Қандай жануарлар Т әрпінен келеді? Түйе. Тиін. Тышқан. Т. Келесі әрпіміз У әрпі. У. Жазылуы У. У әрпінен қандай сөз келеді? Уық. Ту деген сөзде У әрпі кездеседі. Ту. Сурет. У. Ары қарай жалғастырамыз. Мынау әріп О. Жазылуы. О әрпінен келетін сөздер. Ұшақ. Он. Олу. О. Келесі әріп Ö. Ö әрпінің жазылуы Ö. Үкі. Үйрек. Мынау бізде үй. Осы сөздер Ö әрпінен басталады. Ö. Ал мынау әріп Ф әрпінің жазылуы Ф. Фен. Телефон. Футбол. Осы доппен футбол ойынын ойнауға болады. Ф. Біздің келесі әріп Х. Х әрпінен келетін сөздер. Халат. Мынау қандай ойын? Хоккей. Хат. Х әрпінің жазылуы. Ал келесі әріп Х. Жазылуы Х.
Бұл әріп тек қана кішкентай ғана болады, үлкен әрпі болмайды. Себебі бұл әріп сөздің ортасында кездеседі. Жиһаз, жиһаз. Айдаһар, айдаһар. Гаухартас, гаухартас. Х, х. Ц, ц. Ц әрпінің жазылуы. Ц. Цирк, цирк. Цемент, цемент. Мотоцикл, мотоцикл. Ц, ц. Келесі әріп ч. Ч, ч. Ч әрпінің жазылуы. Ч әрпінен келетін сөздер. Чек, чек. Чемпион, чемпион. Ч, ч. Бұл ш әрпі. Ш, ш, ш. Ш әрпінің жазылуы. Ш әрпінен қандай сөздер келеді? Шелек, шелек. Шырша, шырша. Ал мынау балықтың аты шортан балық. Шортан, шортан. Ш, ш. Келесі әріп ш. Ш. Жазылуы. Щетка, щетка. Плащ, плащ. Мынау бізде ащы бұрыш. Ащы бұрыш. Ш, ш. Келесі жуан дыбыс. Жуан дыбыс. Бұл дыбыстың айтылуы жоқ, бірақ сөздердің ортасында кездеседі. Подъезд, подъезд. Подъезд деген сөзде жуан дыбыс кездеседі. Объектив, объектив. Жуан дыбыс, жуан дыбыс. Келесі әріп ы, ы. Ы әрпінің жазылуы. Ы. Ыдыс, ыдыс. Және де ы әрпі мынау сөздерде кездеседі. Мысық, мысық. Мылтық, мылтық. Қылыш, қылыш. Ы, ы. І, і әрпінің жазылуы. І. І әрпінен қандай сөздер келеді? Ілгіш, ілгіш. Ірімшік, ірімшік. Із, адамның ізі. Із. Ін, жануардың іні, я? Ін. І. Келесі бізде жіңішке дыбыс. Жіңішке дыбыстың жазылуы. Қандай сөздерде кездеседі? Коньки, коньки. Рояль, рояль деген сөздің соңында жазылады. Портфель, портфель. Бұл сөзде де соңында жіңішке дыбыс жазылады екен. Келесі әріп ә. Эскимо. Бұл балмұздақтың аты эскимо. Экскаватор, экскаватор. Экспресс, экспресс. Әрпі. Ал мынау бізде ю әрпі. Ю әрпінің жазылуы. Ю. Ою, ою. Аю. Осы сөздерде ю әрпі кездеседі. Ю. Және біздің соңғы әріп я. Я әрпінің жазылуы. Я әрпі мынау сөздерде кездеседі. Тақия, тақия. Ұя,
ұя, қоян, қоян, бояу, бояу, я, я. Ал балалар, осымен біз сендермен барлық 42 әріпті айтып қайталап шықтық. Және де қандай сөздерде осы әріптер кездесетінін бәрін айтып көрсетіп бердім. Сау болыңдар, бізді әрқашан қарап жүріңдер.